Мен аға лейтенант Сүлейменұлы Сапарбекұлы 1998 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келгенмін. 1932 әскери бөлімінде қазіргі таңда литерлік звено штурман ретінде қызмет атқарамын. Бала күнімізде жаңағы ауылда аспанда ұшақтарды көріп, соған қызыға отырып, сол бала күнгі мектеп қабырғасындағы армандарым мені 2015 жылы Ақтөбедегі ұшқыштар институтына алып келді. 2015 жылы сол жерде ант қабылдап оқуға түскен болатынмын. Алдымыздағы тікұшақ Mi-71Ш деген тікұшақ. Жалпы ең жоғары жылдамдығы 250 км/сағат. Негізі мақсаты жаңа айтып өткенімдей құрлық әскерін биіктіктен қолдауға, ауру сылқауларды діттеген жерлеріне жеткізуге, жаңағы аспаннан парашютпен секіретін десанттарды секіртуге, тағы басқа да құтқару, сол сияқты жұмыстарға көбінен кеңінен қолданылады. Максималды салмағы көтеретін 10100. Негізі 24 адам, 12 адам ауру сырқаулармен жатқан күйінде 12 адам тасуға болады, ал былай негізі 24 адам. Күрделі метео жағдай дейді, күндіз түнде ұшу болады. Яғни негізінен көбінесе оң жақтан соққан жел өте қиын келеді. Жаңағы орысша айтқанда видимость дейді. Тікелей горизонттағы көрініс тұман болады. Сол кездерде өзінің ерекшеліктері бар ұшуда. Ауа райының қолайсыздығына қарап біз өзіміз жаңағы плановая таблица деп аталады, соны құрастырамыз. Егер күрделі метео жағдай болса, соған тура келетін жаттығулар жасаймыз. Соған туралап, соның ауа райына, ал қарапайым ауа райында, яғни өзіміздің жаттығуларымызды, яғни ол күрделі емес, жаңағындай қарапайым метеоға тура келетін жаттығулар болып келеді көбінесе. Бір аптаның ішінде 3 рет немесе 4 рет жаңа жоспар құруға болады ұшуға. Ауа райының жаңа жағдайына қарап құрастыратын боламыз. Соған сай аптасына негізінен көбінесе 3 рет ұшып тұрамыз. Арнайы тапсырмалар түскен кезде ол жаңағындай аптаның күніне қарамай ұшып кете беретін боламыз. Халықаралық ауқымда өткен биыл Саршағанда болды. Халықаралық достастық 2023 деген соған қатысып, сол жерде атсалысқан болатынбыз Қазақстан атынан. Мұнда экипаж командирі отырады. Мына жерде экипаж командирінің көмекшісі, мына жерде борттық техник отырады. Негізінен навигацияны және радиомен дейді, жаңағы диспетчерлермен жергілікті солармен радио байланыс орнатып отыру, экипаж командиріне басқаруда көмектесу. Раз. Да. 44 же, да? Да. 66, 153. Подсказывает на 66. Отбасылық жағдай, Аллаға шүкір, бір ұлым бар, әйелім бар. Романтика деген әр адам өзінікі деп ойлаймын. Мен қатты романтикаға жақын емеспін. Мысалы, әйелімді алып қашып кеттім, самолетте алып қашып кеттім. Романтика деп ойламаймын, бұлай негізі оны алып қашып кету деген сөз салып олай болған жоқ та, құда түсіп. Алдында тағы да бір осындай таңдау тұратын болса, мен тағы да осы мамандыққа қайтадан таңдаушы едім. Еш ойланбай таңдаушы едім қайтадан осы мамандықты. Мен еш өкінген емеспін, ешқашан да осы мамандыққа келгеніме. Мен өмірім аяғына дейін осы мамандықта қалғым келеді.